Қабдықадыр Нәжімеденұлы 1910 жылы дүниеге келіп, 1944 жылдың 6 ақпанында Харков қаласының түбінде қаза болған. Туған жері, елі мен ұрпағы үшін жаумен айқасып, мерт болған жауынгердің елге, ағайын тумаға өлеңмен жазған хаттарынан үзінділер жариялауды жөн көрдік. Дүния қызыл түлкі бұлаңдаған. Тік басып аяғымды тұра алмадым. Із болып қалмаған соң артында ұрпақ, сол болды дүнияда бір арманым. Сәлемде, ел жұртым тұрағыма, тап болды бір заманның шынағына, асырып алты қырдан ән саламын, барсын деп алғанымның құлағына. Барады тайдай толап жүрегіміз, толықсып, майысып тұр білегіміз. Рабиға, Рахима, Ақ Батима, берер ме Құдай сіздің тілегіңіз? Кәрімжан, маған шәкірт болды басың, талаптанып әріске талпынасың. Дүние-ай, қайсы бірін айтып болар, сағындым Кәрімжанның домбырасын. Жігіттің анасы ұя, тума салтын. Кәрімжан, азамат боп болма салқын. Соғысқа ағаң кірді, я құдайлап, қайырлы еткей, Құдай соңын артып. Алаштан таңдап алған қанашымай, мөлдіреп екі көзің қаласың бай. Құрықты шын салама жаратқан қақ, 25-35-тің арасындай. Көрінген сондайдан Харков қала, Харковке біз отырмыз жақын ғана. Өлсем де жау неміске берілмеспін, жеткізге елге есен қақта қала. Жеңеміз, жау немісті айдан анық, соғыстың мән жайына болдым қанып, ысқыртып машинаны бар ходымен, біз жүрміз жау неміске ойран салып. Сәлемде, ел жұртқа менен көп-көп, жүрмесін жоқ нәрсеге үргелектеп, отанға шын берілген біз бір бәрі, атамыз зеңбіректі жауғап дөптеп. Не пайда, хат жазғаннан бармаған соң, көріп қолдарыңды алмаған соң. Хат жазам, қол дегенде үйге түреп, бәтім Кәрім бауырды сағынған соң. Ойлары кең қазақтың даласындай, жүйріктің озып шыққан дарасындай. Қан майданда терсінген хаттарыңды сақтап жүрмін, көзіңнің қарасындай. Терең бойлап ұғынар сөздің парқын, сөз маржанын теретін ойың жарқын. Бар қазақтың бағына бола туған, тірі жүрсең болар ең ұлы ақын.